Құрметті президент мырза, мен көп балалы ана Қойшықұлова Зылиха Нұрмұханқызы, сізден менің үлкен ұлымның тергеу ісі соты әділ өтуін сұраймын. Осы 25 жылы наурыз айының басында Маңғыстау облысы Ақтау қаласының Мұнайлы ауданында болған бір отбасының газдан уланып, 5 бала әке-шешесі қайтыс болған. Сол үйдің пешін 2 күн бұрын балам жөндеп кеткен. Бірақ оған дейін пеш пен мұржасы апатты жағдайда істеп тұрған. Қазір тергеу ісі бойынша ұлымды кінәлап 2 айға изоляторға қамап тастады. Оған дейін ДШС қызметі 2023 жылы ғана болған. Ешқандай қауіпсіздік шаралары жүргізілмеген. Сіздің осы іске көңіл бөлгеніңізді өтініп сұраймын.